Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 10-шы сабақта біз 3 таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритм деген тақырыпты жалғастыратын боламыз. Бірінші тапсырмада берілген өрнектерді қандай топтарға бөлуге болады дейді. Бізге мына жерде теңдеулер берілген екен, өрнектер берілген екен, санды өрнектер және әріпті өрнектер берілген екен. Енді біз бір бағанға санды өрнектерді, екінші бағанға әріпті өрнектер жаз, санды өрнектердің мәнін тап дейді. Енді біз санды өрнектерді жазайық. Санды өрнектерді өздеріңіз біліп тұрғандай санмен жазылған өрнектер 965 алу 452, сразу шығарайық, 513 болады. 124 қосу 68 қосу 45 237 болады. 56 қосу 654 жақшаның ішінде алу 451 ол 259 болады. Және 12 бөлу 3 4 болады, 2 көбейту 5 10 болады. Енді әріпті өрнектерді көшіріп жазып алайық. X қосу 65 бөлу А, яғни әріптері бар. А қосу 456, С 5 көбейтілген жақшаның ішінде С алу Д, немесе С алу Д қосу А, және Д алу 456. Екінші тапсырмада көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. 246 сантиметрімізді 2 метр, 4 дециметр, 6 сантиметр деп жазсақ болады. Және 72 сантиметрді 7 дециметр, 2 сантиметр деп жазамыз. 204 сантиметрді 2 метр, 4 сантиметр деп жазамыз. 2 дециметр, 4 сантиметрді 24 сантиметр деп жазамыз. 4 метр, 3 дециметр, 7 сантиметрді 437 сантиметр дейміз. 8 метр, 6 дециметр, 860 сантиметр дейміз. 5 метр, 7 дециметрді 57 дециметр дейміз. 5 дециметр, 8 сантиметрді 58 сантиметр дейміз. Үшінші тапсырмада өрнектер құрастырып жаз, олардың мәнін тап дейді. 23 пен 3-тің қосындысынан 430 санын азайт дейді. 430 алу жақшаның ішіне 23 қосу 3 дейміз. 23-ке қоссақ 26 болады, 430-дан 26 алсақ 404 болады. Ән нұсқасында 250 санына 360 пен 60-тың айырмасын қос дейді. Яғни 250 қосу жақшаның ішіне 360 алу 60 болады. 360-дан 60 алсақ 300, 250-ге 300 алсақ 550 болады. Б нұсқасында 300 пен 320-ның қосындысына 250-ді қос дейді. 300 қосу 320 жақшаның ішінде қосу 250 ол 870 болады. В нұсқасында 420 мың мен 30 мыңның қосындысынан 200 мыңды азайт дейді. 420 мың қосу 30 мың, 450 мың болады. Алу 200 мың, 250 мың болады. Г нұсқасында 700 мың мен 230 мыңның айырмасында 40 мыңды қос дейді. Ол 510 мыңға тең болады. Төртінші тапсырмада есептеулер берілген екен. А нұсқасында 39 қосу 2 тең 41. 67 алу 7, 57 болады. Тура осылай басқа есептерде жазып алсаңдар болады. Ал Ә нұсқасында сантиметрмен берілген екен. 560 сантиметр қосу 23 сантиметр, 583 сантиметр болады. 560 сантиметрге 230 сантиметр болсақ, 790 сантиметр болады. Жүздікке жүздікті қосамыз. 750 сантиметр алу 21 сантиметріміз 729 сантиметр болады. Ал 750 сантиметрден 210 сантиметр алсақ, 540 сантиметр болады. 390 сантиметр алу 20 сантиметріміз 410 сантиметр, 390 сантиметр қосу 200 сантиметріміз 590 сантиметр болады. Бесінші есепте есептің берілу бойынша өрнек құрды. Сырым өзенмен 129 метр, ал Санжар 195 метр жүзді. Санжар сырымнан қанша метр алысқа жүзді дейді. Бұл жерде біз өрнекті 195 алу 129 дейміз. Бізге есепті шығар деп тұрған жоқ. 195-тен 129-ды алғанда қанша шығады деп тұрған жоқ. Бізге тек қана өрнек құруды жазған. Сонда 195 алу 129 деген өрнек жазамыз. Ә нұсқасында өрнектерді берілген мәндер бойынша есепте дейді. А егер 187 болса, А қосу 467 қосу В деген өрнекті есептеуіміз керек. Б бұл жерде 234 болады. Сонда 187 қосу 467 қосу 234 тең 888 болады. Ал енді екінші өрнек 1000 алу жақшаның ішінде Б қосылған С. С бізде 328-ге тең. Сонда 1000 алу жақшаның ішінде 234 қосу 328 тең 438 болады. Алтыншы тапсырмада берілген сандарды бос орынға кезекпен қойып өрнектерді жаз дейді. 458 қосу астындағы 5 санды кезек-кезек қосып жазамыз. 458 қосу 64 қосу 126. Бізге тек қана өрнектер жаз дейді. Шығарудың қажеті жоқ.
сондықтан тек қана жазып шығамыз. 458 қосу 122 қосу 126, 458 қосу 52 қосу 126, 458 қосу 134 қосу 126, 458 қосу 4 қосу 126. Енді 7-ші тапсырмада егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта дейді. Тура осындай есепті біз шығарғанбыз. Енді табайық. 15 қосу 12 27-ге тең болады, ал 27 бөлу 9 тең 3. Сонда бұл жердегі өрнек жақшаның ішінде 15 қосу 12, жақшаның сыртында бөлу 3 болады. Бөлу 9 болады. Сонда ол 3-ке тең. Ән нұсқасында 5 көбейтілген 8-іміз 40-қа тең, астында 3 көбейтілген 8 24. Одан кейін 40-қа 24-ті алған. Сонда бұл жердегі өрнек 5 көбейтілген 8 алу 3 көбейтілген 8 тең 16. Б нұсқасында 45 қосу 9, жақшаның ішінде қосу 28 бөлу 7 деп жазамыз. Сонда 58-ге тең болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.